Жақсы әжелердің әңгімесіне қош келдіңіздер. Осы видео көруде сәттілік сіздерге. Бірінші бөлім. Біздің әжем жүкті. Менің атым Айдана, 22 демін. Бүгінгі дейін өз өмірім тыныш, қарапайым деп ойлап келдім. Университетте оқимын, достарым бар, болашағымды жоспарлап жүрмін. Бірақ осыдан бір ай бұрын біздің отбасымызға сондай бір жаңалық кірді, ол бізді түгел төңкеріп тастады. Бәрі әжемнен басталды. Әжем Нұрила, 68 жаста. Әкемнің анасы. Шамалы толықша, үнемі жібек орамал тағып жүреді, ауылдағы барлығына сыйлы адам. Әкем мен анам екеуі жұмыс бабымен қалада, мен болса сессияға дайындалып ауылға келгем. Сол күні біз әдеттегідей дастархан басында шай ішіп отырғанбыз. Әжем көк шайын ұрттап отырып кенеттен бізге қарап: "Мен сендерге бір нәрсе айтуым керек" деді. Бәріміз оған қарадық. Әкем телефонын қойды, анам тіпті демін ішіне тартып тыңдай қалды. Әжемнің даусы сәл дірілдеді. Мен жүкті болып қалдым. Алдымен ешкім түсінбей қалды. Үнсіздік тек сағаттың тықылы естілді. Сосын әкем қатты дауыстап күлді. "Әзілдеп отырсыз ба?" деді ол. "Әже, не айтып тұрсыз?" Әжем ештеңе демеді. Тек бізге тура қарап отырды. Оның көздерінде біртүрлі байсалдылық бар еді, әзіл емес екенін түсіндік. Анамның қолындағы кесе жерге түсіп сынды. Ол орнынан тұрып кетті. "Сіз не айтып тұрсыз? Қалай мүмкін бұл?" Мен тіпті сөйлей алмадым. Басым айналып кеткендей болды. 68 жастағы әйел қалай жүкті бола алады? Бұл биологияға да, логикаға да сыймайды. Әжем бізге қарап жай ғана: "Дәрігер растады. Удз жасаттым. 9 апта" деді. Менің де таң қалғанымды білесіңдер, бірақ бұл шындық. Әкем орнынан тұрып, бөлмені айналып жүре бастады. "Бұл не масқара? Кім?" деді ол. "Кім әкеміздің орнына?" Әкемнің даусы кілт тоқтап қалды. Ол сұрақты бітіре алмады. Мен өзімді ұстай алмай сұрап жібердім: "Әже, бала әкемнен бе? Әлде?" Әжем көзін төмен салды. "Әкеңізден емес, әрине. Сендер білмейсіңдер, бірақ менің өмірімде басқа біреу бар." Сол сәтте үйдің іші түгелу шу болды. Анам жылап жіберді, әкем ашудан үстелді ұрды. Мен отырдым да ештеңе түсіне алмадым. Бұл қалай болуы мүмкін? Сол түні мен ұйықтай алмадым. Үйдің іші тыныш, бірақ әркімнің ойы аласапыран. Менің басымда мың сұрақ. Әжемнің жасы, денсаулығы бұл мүмкін емес сияқты. Ал егер мүмкін болса, әкемнің ашуы бекер емес. Әжемнің бұл қылығы бүкіл ауылға масқара болар. Бірақ менің ішімде тағы бір сезім пайда болды. Қызығушылық бұл жай ғана бір тентектік пе? Әлде мұның артында үлкен құпия бар ма? Келесі күні мен әжемнің бөлмесіне кірдім. Ол терезе алдында отырып бір қағазға қарап отыр екен. Мен жақындағанда қағазды тез жапты. "Әже", дедім, "маған шындықты айтыңызшы. Әкем ашуланып жүр, анам жылайды. Бұл қалай болды?" Әжем біраз үнсіз отырды. Сосын күрсініп: "Айдана, сен жассың. Әлі көп нәрсе білмейсің. Кейде адамның өмірінде сондай сәттер болады, бәрін өзгертетін. Мен саған бәрін айтамын. Бірақ қазір емес." "Неге қазір емес?" дедім мен. "Өйткені сен дайын емессің", деді ол. Сол кезде мен түсіндім, мұнда жай ғана әжептәуір махаббат хикаясы емес, әлдеқайда ауыр нәрсе бар. Сол түні мен әжемнің не істеп жүргенін аңдуға бел будым. Бөлмемнің есігі ашық, әжемнің бөлмесі дәл қарсыда. Түн ортасында ол біреуге телефон соқты. Даусы бәсең, бірақ мен әр сөзін ести алдым. "Иә, мен бәрін дайындап қойдым." Бірақ олар күдіктене бастады. Әсіресе қыз: "Егер сен айтып қойсаң, барлығы біліп қояды." Сен түсіндің бе? Барлығы. Менің жүрегім дүрсілдеп кетті. Кімге қоңырау шалып тұр? Неге құпия? Қандай барлығы? Менің ойымда бір ғана нәрсе қалды. Бұл жай ғана кездейсоқ жүктілік емес. Мұнда біреу бар. Мүмкін
Қауіпті біреу. Сол түні ұйықтай алмадым. Бір жағынан қорқып тұрмын, екінші жағынан бұл құпияны ашқым келеді. Түннің ортасында ұйықтай алмай жүрмін. Әжемнің телефондағы сыбырлаған дауысы әлі құлағымда. Барлығы біліп қояды дегені не? Ол кіммен сөйлесті? Және ең бастысы, бұл баланың әкесі кім? Таңертең бәрі үнсіз болды. Әкем әлі де ашулы, анамның көзі ісіп кеткен. Әжем таңғы ас дайындап ештеңе болмағандай жүр. Бірақ оның жүзінде бір түрлі шаршаңдық бар. Әлде қорқыныш. Мен оның артынан аңдып жүрдім. Ол күн сайын таңғы намаздан кейін аулаға шығып, ұзақ уақыт бір жерге қарап тұрады. Мен терезеден қарадым. Олар әжеммен үйдің артында сөйлесті. Не айтқандарын ести алмадым, бірақ бір сәтте әжемнің тізесі бүгіліп жерге отыра кетті. Сол кезде олардың бірі қолынан ұстап тұрғызды. Біраздан соң көлік кетіп қалды, әжем үйге кірді. Жүзі ағарған, көзі жасқа толы. Мен оны тоқтаттым. Әже, олар кімдер? Неге сізбен кездесті? Әжем маған тік қарады да. Айдана, араласпа. Бұл сенің пайдаңа болмайды деді. Бірақ сіздің балаңыздың әкесі солардың бірі ме? Әжем үндемеді. Тек бөлмесіне кіріп есігін жапты. Сол түні менің күдігім арта түсті. Қара көлік, құпия қоңыраулар, 68 жастағы жүкті әже. Мұның бәрі жай ғана бір адамның махаббат оқиғасы емес. Мұнда бір қауіп бар сияқты. Ертеңінде мен әжемнің телефонын ұрлап алуға бел будым. Ол асханада жүргенде телефонын жастығының астынан тауып алдым. Қолым дірілдеп тұрса да аштым. Әрине, құпия сөзсіз. Хабарламаларды қарадым. Көптеген нөмірлер белгісіз аттармен сақталған. Көлеңке жол қорғаушы. Біреуінің хаттарын оқыдым. Барлығы жоспар бойынша. Бірақ отбасы араласпасын. Әйтпесе бәрі құлайды. Жүрегім зыр етті. Қандай жоспар? Кімнің отбасы? Әжем кіммен жұмыс істеп жүр? Және бұл бала шынымен әжемнің баласы ма? Әлде біреудің ойыны ма? Сол сәтте есік сарт етіп ашылды. Артымнан әжемнің даусы шықты. Айдана, сен не істеп тұрсың? Мен қалшып кеттім. Телефонды қолымнан түсіріп алдым. Әжем, мен үндей алмадым. Оның көзінде қорқыныш пен ашу қатар тұрды. Сол сәтте мен түсіндім, бұл жай ғана отбасының ішкі дауы емес. Бұл әлдеқайда үлкен нәрсе. Сол түні ауылда бір нәрсе болды. Сағат 11-ге таман жарық өшіп қалды. Қараңғыда көшеден біреудің айғайлаған даусы естілді. Мен терезеге жүгірдім. Біздің үйдің жанында сол қара көлік тағы тұр. Екі адам біреуді сүйрелеп алып бара жатыр. Қарасам, бұл біздің көршіміз Жанболат ағай. Ол айғайлап, мен ештеңе айтпадым деп жатыр. Бірақ ешкім араласа алмады. Көлік оны салып алып кетіп қалды. Әкем терезеден қарап тұрды, бірақ ештеңе істемеді. Анам жылады. Ал әжем орындықтан қозғалмады. Оның көзі бір нүктеге қадалған. Сол сәтте мен одан сұрадым. Әже, бұл не болып жатыр? Әжем жай ғана. Бізді енді ешкім тоқтата алмайды деді. Сол түні мен ұйықтай алмадым. Менің ішімде бір ғана ой, егер бәрі осылай жалғаса берсе, біз тек әжеміздің баласының әкесін ғана емес, бәлкім біздің өмірімізге қауіп төндіріп тұрған әлде бір ұйымды ашамыз. Түнде көршіміз Жанболат ағайды қара көлікке салып әкеткеннен кейін біздің ауылдың үстіне бір түрлі тыныштық орнады. Барлығы қорқып қалды. Ешкім ештеңе ашық айтпайды, тек сыбырлап сөйлеседі. Ал мен ұйықтай алмай бір нәрсені түсіндім. Егер осының бәрін тек сырттай бақылап жүрсем, біз бәріміз құрбан боламыз. Менің ішімде екі сезім бар еді, қорқыныш пен ашу. Әжем бізден бірдеңе жасырып отыр. Ол неге үндемейді? Ол жаңағы адамдарға неге қарсы шықпайды? Және ең бастысы, оның ішіндегі бала бәлкім бұл жай ғана биологиялық таңғажайып емес, әлдеқайда үлкен жоспардың бір бөлігі шығар. Келесі күні таңертең мен ауылдағы ескі танысым Еркінмен кездедім. Ол ауылда бәрін біледі, жаңалық пен өсек соның аузынан шығады. Мен оған кеше түнде не болғанын айттым. Ол бірден төмен дауыспен. Олар туралы бәрі біледі, бірақ ешкім сөйлегісі келмейді.
Ол қара көліктерді ауылда көлеңке деп атайды. Олар тек ерекше жағдайларда келеді. Қазір сенің әжең солармен байланыста болса, абай бол деді. Бірақ Жанболат ағайды не үшін алып кетті? Дедім. Ол бірдеңе естіген болуы мүмкін. Немесе бір құпияны білген. Қайта оралса, тірі келеді деп үміттенейік. Менің жүрегім біртүрлі шым ете қалды. Ал егер бұл құпия менің әжемнің баласына байланысты болса ше? Түстен кейін мен әжемнің бөлмесінде тағы да тыңшы болуға бел будым. Ол үйден шығып кеткенде, оның жастығының астынан күміс қорапшаны тауып алдым. Қолым дірілдеп тұрса да аштым. Ішінде кішкентай флешка мен бір фотосурет бар екен. Фотода жас жігіт, шамамен 30-дарда, бейтаныс, бірақ қымбат киім киген. Жанында әжем. Бірақ бұл фото 10-15 жыл бұрын түсірілген сияқты. Сол жігіт қазір қайда? Әжемнің баласының әкесі осы адам ба? Әлде басқа біреу ме? Флешканы ноутбукке қосқан кезде ішінен бір ғана бейне жазба шықты. Экранда сол жас жігіт отыр. Даусы салқын, анық. Бұл жоспар тоқтамау керек. Егер Нұрила бәрін орындай алмаса, біз басқа жол табамыз. Бірақ ешкім шындықты білмеуі тиіс. Әсіресе оның отбасы. Жүрегім мұздап кетті. Бұл жоспар деген не? Әжем нені орындай алмайды? Ал біздің отбасы неге бәрін білмеу керек? Сол сәтте әжемнің даусы естілді. Ол үйге кіріп келе жатыр. Флешканы тез қалтама салып, бөлмемнен шығып кеттім. Бірақ ол менің бетіме тік қарап тұрды. Оның көзінде ашу. Әжем біраз үнсіз тұрды. Сосын қолымды ұстап, бұл бала ол тек менің балам емес. Ол олардың да баласы. Сен түсінбейсің. Дәл сол кезде есік қағылды. Әкем жүгіріп келіп ашты. Есіктің ар жағында екі бейтаныс адам тұрды, кеше келгендердің бірі. Бізбен жүріңіз деді олар әжеме. Қайда? Деп сұрады әкем. Қауіпсіздік үшін. Әжем маған қарап сыбырлап, флешканы ешкімге көрсетпе деді де олардың соңынан кетті. Сол түні мен тыныш отыра алмадым. Флешкадағы бейне жазба менің ойымды астан-кестен етті. Бұл жай ғана отбасының жанжалы емес. Мұнда әлде бір үйім, әлде бір жоспар, тіпті мүмкін заңсыз нәрсе бар. Ең сорақысы, таңертең ауылға тағы да хабар тарады, Жанболат ағай табылмады. Ешкім оны көрмеген, телефоны сөндірулі. Ауыл іші сыбырлап қана сөйлейді, ал әкем бізге. Ештеңеге араласпаңдар. Әйтпесе бізде жоғаламыз деді. Бірақ мен тоқтай алмадым. Мен бәрін білуім керек. Кімнің баласы? Неге әжем олармен байланыста? Және бұл жоспар не үшін? Сол күні кешке менің телефоныма белгісіз нөмірден хабарлама келді. Егер шындықты білгің келсе, түнде ескі диірменге кел. Жалғыз. Мен ойланып қалдым. Бұл тұзақ па, әлде шындықтың кілті ме? Түн ауылдың үстіне қалың тұман түсіп, айда көрінбей кеткен. Телефонымдағы хабарламаны қайта-қайта оқи бердім. Егер шындықты білгің келсе, түнде ескі диірменге кел. Жалғыз. Бұл тұзақ болуы мүмкін. Бірақ енді артқа қайту жоқ. Әжем жоғалып кетті, Жанболат ағайда із-түссіз, ал менің қолымда флешкан жауапсыз сұрақтарға. Сағат түнгі 12-ге қарай ауылдың шетіндегі ескі қирап жатқан диірменге жеттім. Терезелері сынып, есігі шегеленген, бірақ артқы жағында бір жарық жылтырайды. Жақындаған сайын жүрегім дүрсілдеп, қолым қалтырай бастады. Есікті итеріп аштым. Іште ымырт, бір бұрышта шам жанып тұр. Сол жерде Жанболат ағай отыр екен. Жағдайы өте нашар, жүзі көгерген, киімі жыртылған, бірақ тірі. Ол мені көргенде әлсіз күлімсіреді. Айдана, сен келдің бе? Деді сыбырлап. Маған уақыт аз. Тыңда. Мен оған жүгіріп барып, сізге не болды? Кім істеді мұны? Олар? Көлеңке? Сенің әжең солардың қолында. Бірақ ол да құрбан. Мен таңқалып қалдым. Қалайша? Ол жүкті ғой. Бәрін өзі жасады деп ойлап едік. Жанболат басын шайқады. Жоқ, ол жүктілікті өзі таңдаған жоқ. Бұл олардың жоспары.
Олар оны арнайы таңдап алды. Өйткені оның қанында ерекше бір қасиет бар. Олар жаңа бір нәрсе жасап жатыр. Мен конвертті алып үлгердім де сыртқа жүгірдім. Бірақ дәл сол сәтте сырттан көліктің дыбысы естілді. Сол баяғы қара Ленд Крузер. Шамдары алыстан көрінеді. Мен диірменнің терезесінен шығып, қалың шөптің арасына жасырындым. Көліктен 2 адам түсіп диірменге кірді. 1 минуттан кейін Жанболаттың айқайы естілді, және кенеттен бәрі тынды. Мен демімді ішіме тартып, орнымнан қозғалмай тұрдым. Сәлден кейін көлік қайта жүріп кетті. Жанболат ағайды алып кетті ме, әлде? Үйге жеткенде түнгі сағат 3 болды. Ешкім оянбаған. Бөлмеме кіріп конвертті аштым. Ішінде құжаттар мен бірнеше фотосурет. Бір құжаттың басында үлкен әріптермен жазылған Биоген 12. Жоба құпия. Құжатта жазылғаны жаңа буынның ерекше иммундық жүйесі бар тасымалдаушыларын қалыптастыру. Тест субъектісі Нұриләс, 68 жас. Жүктілік табиғи жолмен емес, арнайы әдіспен жүзеге асты. Туған бала тәжірибенің негізгі элементі. Менің қолым қалтырап кетті. Демек, әжемнің жүктілігі табиғаттың ғажабы емес, бұл біреудің тәжірибесі. Ал бұл биоген дегендер сол көлеңке ұйымының бөлігі шығар. Фотосуреттердің бірінде сол жас жігіт әжемен түскен. Мұнда қалу қауіпті. Әкеңнің үйі де, осы ауылда енді бізге бейбіт емес деді. Бірақ мен оған қарсы шықтым. Егер біз кетсек, әжем мәңгі солардың қолында қалады. Оның баласы да біз неге бұл құпияны ашпаймыз? Әкемнің жүзі өзгерді. Ол маған тік қарап: Айдана, сен білмейсің. Олармен күресу мүмкін емес. Сенің әжең өзі осыны таңдады. Менің жүрегім шым ете қалды. Таңдады дейсіз бе? Ол бәрін өз еркімен жасады ма? Ол сен ойлағандай бейкүнә емес, деді әкем. Бірақ қазір бәрін айтуға уақыт жоқ. Дәл сол сәтте біздің үйдің алдында тағы да қара көлік тоқтады. Үшеу есікті қатты қақты. Біреу айғайлады. Флешка бізде емес екені белгілі. Егер бермесеңдер, барлығың жоғаласыңдар. Мен сөмкемді қысып ұстап тұрдым. Құжаттар мен флешка қолымнан біреу ұстап, сыбырлап айтқан сәтте жүрегім тоқтап қала жаздады. Қараңғы тұман өзеннің жанында ешкім жоқ сияқты. Бетін көрмесем де, дауысы қатқыл. Құжаттарды бер. Әйтпесе қазір осында жоғаласың. Мен қорықсам да сөмкемді қысып ұстап: Жоқ, бұлар менің әжемнің өмірін құтқаратын жалғыз нәрсе. Сен қателесесің, деді ол. Бұл қағаздар сенің де өліміңе себеп болуы мүмкін. Олар саған ештеңе әкелмейді. Ол менің сөмкемді тартып алуға ұмтылды. Сол сәтте өзеннің ар жағынан тағы бір адам шыға келді. Орта бойлы, қара күртеше киген, қолында шам. Даусы қатты шықты: Қолын тарт, әйтпесе сені де солардың тізіміне қосамын. Алғашқы адам тұрып қалды да үнсіз шегінді. Содан кейін орман жаққа қарай қашып кетті. Жаңа келген жігіт шамды маған ұстатты. Сен айданасың ба? Әкең сені маған жіберді. Мен Саян. Мен демімді әрең алып тұрдым. Сіз кімсіз? Әжем қайда? Көлеңке дегендер кімдер? Бұл құжаттар не үшін? Саян айналасына көз тастап сыбырлап: Мұнда тұру қауіпті. Жүр, менің жасырын орынға апарайын. Сонда бәрін түсіндіремін. Біз өзеннің ар жағындағы ескі үңгірге кірдік. Ішінде шамдар мен құралдар, карта, бірнеше ескі компьютер бар екен. Саян маған отырғызды да құжаттарға қарап шықты. Демек, сен бәрін білдің, деді ол. Биоген 12 жобасы туралы. Мен басымды изедім. Бірақ мен ештеңе түсінбеймін. Олар неге менің әжемді таңдады? Ол неге жүкті? Саян маған тік қарап: Олар жаңа бір тасымалдаушы жасағысы келеді. Әлемдегі ең бай, ең ықпалды адамдар өздерінің өмірін ұзарту үшін ерекше қасиеті бар балаларды туғызуға тырысуда. Сенің әжеңнің қанында сирек бар. Ол бұрын бір арнайы бағдарламаға қатысқан, сен білмейтін. Сондықтан оны мәжбүрледі. Мен шошып кеттім. Мәжбүрледі дейсіз бе?
Ал ол неге бізге шындықты айтпайды? Өйткені ол сендерді қорғап жүр. Ол көлеңке ұйымының ережесін бұзып, бәрін әшкерелеуге тырысуда. Бірақ оның жалғыз амалы осы баланы дүниеге әкеліп, олардан бұрын қауіпсіз жерге жеткізу. Мен есеңгіреп қалдым. Демек, әжем өзі осы баланы сақтап қалу үшін бәрін істеп жүр. Иә, бірақ уақыт аз. Олар сені іздеп жүр, өйткені сенде дәлел бар, флешка мен құжаттар. Дәл осы сәтте үңгірдің сыртынан аяқ дыбыстары естілді. Саян шамды өшіріп, маған сыбырлады. Олар бізді тапты. Сен мына жолмен қаш деді де, артқы есікті нұсқады. Құжаттарды ешкімге берме. Егер ұстап алса, бәрі бітеді. Мен артқы жолмен жүгіріп кеттім. Қараңғы орманды кесіп өттім. Артымнан айқай мен оқтың дыбысы естілді. Саян солармен қалған сияқты. Ақыр менің көзім қарауытып кетті. Демек, олар әжемді өлтіруге де дайын. Бұл тек тәжірибе үшін. Сол сәтте қойманың есігі сарт етіп ашылды. Ішке менің әкем кірді. Жүзі шаршаған, көзі қызарған. Қолында пистолет. Айдана, деді ол дауысы мұздай. Құжаттарды бер. Әке, сіз не істеп жүрсіз? Сіз де соларменсіз бе? Мен сені қорғап жүрмін, деді ол. Бірақ сен бәрін қиындатып жібердің. Егер құжаттарды бермесең, олар бізді де, әжеңді де өлтіреді. Мен сөмкемді қысып ұстап. Бірақ егер берсем, әжем де тірі қалмайды. Олар бәрібір өз деген істейді. Әкем бір қадам жақындады. Маған сен ештеңе түсінбейсің. Бұл бала ол адамзатқа қажет. Біз оған қарсы тұра алмаймыз. Мен артқа шегінгенде артымда ескі баспалдақ барын сездім. Қойманың жоғарғы қабатына көтеріліп қашып кетуге тырыстым. Бірақ дәл сол кезде сырттан тағы да көліктердің дыбысы естілді. Көлеңке ұйымының адамдары да келді. Менің басымда бір ғана ой болды. Бұл құжаттарды қалайда құтқарып қалу. Тіпті өмірімді тәуекелге тігіп болса да. Қойманың ішіндегі суық ауа кеудемді қарып тұрғандай. Әкем пистолетпен жақындап келеді, сырттан қара көліктердің дыбысы естіледі. Қашатын жер жоқ. Сөмкемді құшақтап, баспалдақпен жоғарғы қабатқа көтерілдім. Терезеден айсыз түннің қараңғылығына көз тастадым. Артымнан әкемнің дауысы шықты. Айдана, құжаттарды бер. Сен түсінбейсің, бұл сенің ғана емес, бүкіл отбасының тағдыры. Мен артқа бұрылдым. Әке, неге сен бізден мұның бәрін жасырдың? Әжемнің жүктілігі тәжірибе екенін неге айтпадың? Ол қалайша бұған келісті? Әкемнің жүзі көлеңкеде қалып, дауысы ауыр шықты. Өйткені бұл тек биогеннің жобасы емес. Тоқта, деді әкем. Егер секірсең, тірі қалмайсың. Егер берсем, бәрібір бәріміз тірі қалмаймыз, дедім мен. Әжемді де өлтіреді, баланы да алып кетеді. Дәл сол сәтте қойманың артқы есігі ашылды. Екі адам бір нәрсені көтеріп әкелді. Жарық түскенде көрдім, бұл менің әжем. Ол әлсіз, жүзі ағарған, бірақ қолында кішкентай жаңа туған нәресте бар. Айдана, деді ол әлсіз дауыспен. Қашпа, бұл баланы қорға. Құжаттар керек емес. Бәрі бос әңгіме. Нағыз құпия, осы бала. Мен аң-таң болып қалдым. Бұл бала кімнің баласы? Неге олар үшін соншалықты маңызды? Әжем көзіне жас алып сыбырлап айтты. Бұл сенің інің емес. Бұл сенің туған бауырың. Сенің анаң сені туған кезде өлім аузында болды. Олар сол кезде сенің дынғыңды сақтап, осы баланы сонымен байланыстырды. Ол сенің генетикалық екінші нұсқаң. Менің басым айналып кетті. Яғни, бұл бала менің клоным ба? Жоқ, деді әжем. Ол сенің жалғасың. Егер олар оны қолға түсірсе, сені де, әкеңді де, бәрімізді де жояды. Сол сәтте көлеңке адамдардың бірі шыдамай, айғайлады. Уақыт бітті. Бала мен құжаттарды беріңдер. Әжем әлсіз күліп. Мен сендерге ештеңе бермеймін, деді де, кенеттен нәрестені маған ұстатып жіберді. Қаш. Сол сәтте бәрі дүрбелең болды. Әкем маған қарап, даусы қатқыл шықты. Жүгір, Айдана. Артқа қарама. Мен нәрестені құшақтап, қойманың артқы есігі арқылы жүгіріп шықтым.
Артымнан айқай, оқ дауыстары, әжемнің соңғы жан дауысы естілді. Орманға қарай қаштым, өзеннен өтіп қараңғыға сіңіп кеттім. Таң атқанда өзімді басқа ауылдың жанындағы төбеден таптым. Нәресте үнсіз ұйықтап жатыр. Қолымда ешқандай құжат, флешка жоқ, олар қоймада қалды. Бірақ әжемнің сөзі санамда жаңғырып тұр. Нағыз құпия, бала. Мен енді не істеймін? Көлеңке бізді іздеп табары анық. Әкем тірі қалды ма, белгісіз. Әжем оның тағдыры да беймәлім. Бірақ мен енді бұл баланы қалайда қорғауым керек. Өйткені бұл тек менің отбасымның ғана емес, бәлкім бүкіл бір құпияның кілті. Соңғы рет артыма қарадым. Қара көліктердің алыстан жарығы көрініп тұр. Олар мені табады. Бірақ мен дайынмын. Қолымда менің іні бауырым, әжемнің аманаты, бәлкім біздің бәріміздің құтқарылуымыздың жалғыз мүндігі. Оқиға осымен бітеді, бірақ көлеңке әлі жақындап келеді.